Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа жылдық мерекелік дастарханға қоятын осындай тамаша шырша бейнесіндегі шырша қоятын ойыншықтардың бейнесіндегі салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Оның дәмі мен әдемі көрінісі қонақтарды таң қалдырады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз тұзды суға тауықтың етін 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Суығаннан кейін осылай майдалап турап шығамыз. Бізге тауықтың етімен қоса сиыр қажет болады, пісірілген жұмыртқа, картоп, сәбіз, қызылша және қуырылған бізге миндаль керек болады, укроп қажет болады, тұз, бұрыш және майонез қажет болады. Және тұздалған қияр да қажет болады. Рецептің құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден көрсеңіздер болады. Құрғақ тапаға миндальді қуырып аламыз. Қызарғанша қуырып алып, қуырғаннан кейін блендермен немесе пышақтың көмегімен ұсақтап аламыз. Піскен жұмыртқамызды осылай майда үккіштен өткізіп аламыз. Оны да тауықтың етіне қосамыз. Одан кейін сырымызды, картошкамызды майдалап тураймыз. Сырымызды да майда үккіштен өткізіп саламыз. Тұздалған қиярымызды осылай майдалап көбіктеп тураймыз, саламыз. Ұсақталған миндалімізді саламыз және сырымызды майда үккіштен өткізіп, оны да саламыз. Тұз бұрышымызды салып, майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қолымызбен дөңгелектейміз. Шыршадағы ойыншықтардың бейнесін жасаймыз дөңгелектеп. Оны укропқа, осындай туралған, майдалап ұсақтап туралған укропқа аунатамыз. Ұсақталған миндалімізға да аунатамыз. Майда үккіштен өткізілген сәбізімізге аунатамыз. Майда үккішке өткізілген свекло, яғни қызылшаға аунатамыз. Және кокосовый стружкаға аунатып, осылай дөңгелектеп қоямыз. Осылай шыршаның ойыншықтары секілді сәндейміз. Шыршаның ойыншықтары дайын, енді шыршаны жасаймыз. Шыршаның формасын жасап аламыз және шыршамыздың астына кез келген дөңгелек крекер печеньелері немесе крекер печеньесі болмаса, кез келген дөңгелек печеньені қойсаңыздар болады. Осындай шыршаның бейнесін, формасын жасап болғаннан кейін, оны жасыл укропымызға аунатамыз, гранатымызбен әсемдейміз және шыршаның төбесіне піскен сәбізден жұлдызшаның формасын жасап қойсаңыздар болады. Шыршамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, өте дәмді, тойымды десек те болады. Дастархан сән кетіретін өте дәмді салат. Видео ұнаса, лайк басып, тегін лайктарыңыз аямай басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді
қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.